19 хадис. Аллахтың жәрдеміне жеткізетін іс-әрекеттер. Абу Хурайрадан риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар былай дейді: кімде-кім мүмін бауырының дүниедегі қиыншылықтарының біреуінен құтқарар болса, Аллах оның ақыреттегі қиыншылықтарының біреуінен құтқарады. Кімде-кім басына іс түскен адамға қол ұшын беріп ісін жеңілдетер болса, Аллах ондай құлдың дүние мен ақыреттегі ісін жеңілдетеді. Кімде-кім мұсылман бауырының қателігі мен күнәсін жасырар болса, Аллах та оның дүние мен ақыреттегі қателігін жасырады. Қандай да бір Аллахтың құлы дін бауырына жәрдем берсе, Аллах та оған жәрдем береді. Хадиске түсініктеме. Имам Науаи былай дейді: бұл хадис барлық білімді, қағида мен әдепті бір жерге жинақтаған ауқымды хадис. Мұсылман пенденің Аллахтың құзырында игі құрметіне бөленуінің жолы басына түскен қайғы мен қасіретке сабыр сақтап, өзге адамдарға қызмет көрсету арқылы болмақ. Мұсылмандарға қол ұшын беріп жақсылық жасау Аллах тағаланың жақсы көретін амалдарының бірі. Хазіреті пайғамбар, Алла оған разы болсын, Аллахтың құзырындағы ең сүйкімді амалдардың бірі мүміндердің жүрегінде қуаныш отын жағу немесе мүміннің басына түскен қиыншылығынан құтқару. Сондай-ақ оның қарызын өтеу мен аш болса тойдыру да осыған кіреді деген. Мұсылмандарға жәрдем беру, олардың қажетін тауып беру. Итикафтан, ораза айының соңғы 10 күнінде мешітте жасалған құлшылық әлде қайда артық. Истикафтан, яғни ораза айының соңғы 10 күнде мешітте жасалынатын құлшылық әлде қайда артық. Өйткені Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, кімде-кім мұсылманның мұқтажы үшін күндіз-түні жүгіріп жүрсе, итикафтан әлде қайда артық деген. Қызмет жасау әрбір мұсылманның қолынан келе бермейтін іс. Өйткені мұндай іс өте қарбалас әрі өте қиын. Сондай-ақ қыруар күш жұмсауды талап етеді. Сондықтан да Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, Аллах тағала бір топ құлдарын адамдарға қызмет ету үшін жаратқан. Адамдарға қолынан келгенше жәрдем береді. Аллах оларды азаптамайды деген. Қари әл-Мунзир осы хадис жайлы былай деген: ұстазыма осы хадисті оқыдым. Ұстазым: өте тамаша хадис, мұсылмандарға жәрдем беріңдер деген мағынада 40 хадис жина деді. Содан кейін сол жайлы 40 хадисті жинап жазып шығардым. Бұл мағынадағы хадистерден мынадай қорытынды жасауға болады. Біріншісі, ислам қоғамында бауырға жәрдемдесу басты міндет. Екіншісі, мүміндерге жәрдем беру қиямет күні жәрдем ретінде алдымыздан шығады. Үшіншісі, тығырықтағы адамға жәрдем беруге шақырады. Төртіншісі, мұсылманның қателігін жасыруға үндейді. Бесіншісі, мұсылман бауырына жәрдем берген адамға Аллах та жәрдем береді. Алтыншысы, барша мұсылмандар осы хадистен үйренгендерін бойына сіңіріп, бір-біріне қол ұшын беруді әдетке айналдыруы қажет.